Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ас мәзірлеріңізге қосуға болатын тағы да бір ерекше тағам түрі жайма деп аталатын тағаммен бөлісетін боламын. Ең алдымен бөлме температурасындағы суымызға жұмыртқа, тұз және сұйық май қосып, барлығын араластырып, ұн қосып, қолымызбен жұмсақ қамырымызды илеп алатын боламыз. Қамырымызды илеп бетін жауып, аздаған уақытқа қалдыратын боламыз. Енді біз осы уақыт аралығында подливасын дайындайтын боламыз. Алдымен етімізді жақсылап кубик шай етіп турап дайындап аламыз. Және де алдын ала табамызды отқа қойып, қыздырып дайындап қоямыз. Қызған табамыздың үстіне майымызды құйып, етімізді қызарғанша қуырып алатын боламыз. Бір қуырылып шыққан уақытта тұзымызды, паприка, қара бұрыш дәміне қарай түрлі дәмдеуіштер қосып қуырып аламыз. Пиязымызды кубиктап турап алатын боламыз. Чеснокты да майдалап, терканың немесе басқа да жолмен оны майдалап, пиязбен бірге қосып қуыратын боламыз. Етіміз міне қып-қызыл болып қуырылған уақытта пиязымыз бен сарымсақты бірге қосып, пияздың дәміне қарай тұз қосып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Қызанақтарды да кубик шай етіп, барлығын турап, оларды да қосып қуыратын боламыз. Енді капустамызды жіңішке соломка етіп, майда етіп турап аламыз. Капуста да ерекше дәм береді. Сондай дәмді, өзгеше дәмді болып шығады. Енді қуырылып дайын болып тұрған подливамызға капустамызды қосып, оның үстіне түрлі дәмдеуіштер қосып, қуырып аламыз. Міне қуырылып дайын болған уақытта суымызды құйып, бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Осы уақытта біз қамырымызды жұп-жұқа етіп, жайып дайындап аламыз. Жайып дайындап алған қамырымыздың үстіне сұйық майымызды жағып, барлық жеріне жайып, және оның арасына укроп, петрушка, осылай барлығын сеуіп дайындап алдым. Енді қамырымызды кубик шай етіп, кесіп дайындап аламыз. Мантының көлеміндей, мантының қамыры секілді төрт бұрышты етіп барлығын кесіп аламыз. Және осылай ромбик тәріздес етіп, жанынан осылай орап шығамыз. Барлық қамырларды осылай дайындап аламыз. Ромбик шай етіп орап алдық. Енді суы тартылып, дайын болып тұрған подливаның үстіне барлық қамырымызды жайғастырып шығамыз. Бетін жауып, бұқтырып қоятын боламыз. Міне дайын болды. Енді ыдысымызға салып, ұсына беруімізге болады. Сондай дәмді, ерекше болып шықты. Менің отбасыма, балаларыма өте қатты ұнаған тағамдардың бірі болды. Қамыр мен укроп бір-біріне үйлесіп, өте дәмді болып шықты. Достар, міндетті түрде осы тағам түрін жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға, әсіресе балаларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын, назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.